Барлық шаруашылықтар бізге зертханаға жем шөптерін әкеп өткізеді. Қандай мөлшерде алу керек үлгіні? Соның бәрін түсіндіріп айтасыздар ғой? Әрине. Тұрақты салмаққа дейін бірінші ылғалдылықты анықтаймыз. 65 градуста. Прибордан шыққан көрсеткіштердің барлығын табиғи түрге ауыстырып береміз. Толығымен 3 күнде біз результат береміз. Дробинада пивная дейді, тоже азықтарға қосып береді. 28 показательге дейін бұл прибор арқылы біз толық бере аламыз. Сәлеметсіз бе, Ләтипа Құмарқызы? Мынау біз сіздердің институтқа келіп тұрмыз, сіздің зертханаға келіп тұрмыз қазір. Осы зертхананың қалай аталады? Не үшін бұл зертхана қажет? Қандай мақсатта құрылған? Шаруашылықтарға қызмет көрсете аласыздар ма? Қандай қызмет көрсете аласыздар? Қандай көмектеріңіз бар? Сол жайлы айтып кетсеңіз. Жалпы біздің зертхананың атауы малдың жем шөбінің сапасын анықтайтын зертхана деп аталады. Зертханада барлық осы химиялық құрамын анықтауға арналған жабдықтармен жабдықталған. Олардың барлығы фирма ФОС дейді ғой, жаңа Швеция, содан келген құрал жабдықтар. Енді бізде қазіргі талапқа сай жабдықтар? Қазіргі талапқа сай жыл сайын олар поверкадан өтіп тұрады, НСА-дан. Оның арнаулы сертификаттарын береді, бір жылға арналған. Сол бойынша біз бүкіл шаруашылықтарға көмегімізді тигіземіз деп айтуыма болады. Барлық шаруашылықтар бізге зертханаға жем шөптерін әкеп өткізеді. Себебі олар малды немен қоректендіріп атқанның сапасын білу керек. Химиялық құрамын, оның ішінде жаңа ылғалдылығынан бастап протеин, жир, жаңа клетчаткасы, макроэлементтері, химиялық құрамын толықтай білу керек. Сондықтан біз оны толық анықтап, және оны табиғи түрге айландырып, табиғи түріндегі сапасын тағы анықтап береміз. Азықтың өлшем бірлігі, орысша кормовая единица дейді, қорытылған ақуыз, жаңағы обмендік энергия, алмасу энергиясы, солардың барлығын толықтай анықтап береміз. Соған байланысты ұсақ және ірі мал шаруашылығындағы қожалықтар соған байланысты малдарына рацион құрады. Біздің жаңағы алған нәтижемізге байланысты. Бір сөзбен айтқанда, мысалы мен шаруашылықтан келіп тұрмын сіздерге. Шаруашылықтарға келемін, сіздердің кәдімгідей өздеріңіздің ережелеріңіз бар. Үлгіні қалай алу керек? Қандай мөлшерде алу керек үлгіні? Соның бәрін түсіндіріп айтасыздар ғой? Әрине. Шаруашылықта мен өзім кеп тапсыруым керек па? Жоқ әлде мысалы алыстан болғанда посылкамен жіберуге бола ма? Жоқ әлде қандай сондай ережелер бар? Сол жайлы айтып кетсеңіз. Мынау біздің Алматы облысы бойынша өңіріндегі жаңағы шаруашылықтар, олардың барлығы өздері әкеп тапсырайды. Өздері әкеп тастайды. Алдын ала айтады, қаншалықты керек, қанша мөлшерде деп барлығын жаңағы жем шөптерден, жемдерден 150 граммға дейін, шөптерден 300 граммға дейін түрлеріне байланысты біз осындай ғана алып келесіздер деп айтамыз. Ал енді алыс жақтағдар бізге, например, мәселен Атырау жақтан әкеледі, Қостанай жақтан әкеледі, Павлодардан әкеледі. Олардың барлығы қазір индрайвер деген жақсы бір не пайда болды ғой. Бұрын посылкамен жіберетін, қазір 2 күнде, 1 күнде сол жаңағы арнайы. Оны мен бекер сұрап отырған жоқпын. Себебі үлгіні алуда, жаңағы талдау жасағанға дейін аралықта бұзылып кетпес үшін, жаңағы басқа микрофлора пайда болмаса, или басқа оның құрамы өзгермес үшін, сол үшін сондай бір белгілі уақытта жеткізілу керек қой? Жеткізілу керек, әрине. Сондықтан алыс жақтағыдар қазір оңай жолын тапқан, солар, тем более олар жаңағы вакуумированный қазір пакеттердің неше түрлері шығып жатыр ғой. Арнайы сенажға, силосқа арналған, соған салып сонымен де жібереді. Жаңағы ауа кіріп нетпес үшін, бұзылмас үшін. Сондықтан сіздер бұл үлгіні қабылдайсыздар? Қабылдаймыз. Содан кейін ары қарай процесс қалай жүреді? Біз қабылдаған кезде бірінші өзіміздің қабылдап алатын документтеріміз бар.
отбордың жаңа алынған актісі керек, оның жаңағы ведомости керек, қандай үлгілер өткізіп жатыр, атаулары дұрыс жазылған, содан кейін қандай химиялық құрамынан қандай көрсеткіштер керек, солар жазылады, сосын алынған күні жазылады. Онан кейін барып бізге как заявка береді, 3 документ толтырылады. Сосын кейін олар келгеннен кейін біз оларды тіркейміз, арнаулы тіркеу журналымыз бар. Арнаулы тіркелгеннен кейін барып бірінші біз ылғалдылықтан бастаймыз. Бірінші ылғалдылық анықталады. Тұрақты салмаққа дейін бірінші ылғалдылықты анықтаймыз, 65 градуста. Ол өзі 5-6 сағат. Силыстарда ұзақ уақыт кептіріледі. Өзінің уақытысына байланысты. Тұрақты салмақ бірінші салмақ пен ақырғы салмақтың арасында 0,005 өзгеріс болса болды. Сосын кейін барып екінші ылғалдылық анықталады. Бізде ылғалдылық деген жаңағы бірінші этап, екінші этап, екі көрсеткіш беріледі. Екінші ылғалдылық гигроскопическая влага дейді. Бұны анықтайтын себебі бізде көп шаруашылықтарда табиғи түрін сұрайды. Бірінші ылғалдылықтың анықтау себебіміз біз жаңағы прибордан шыққан көрсеткіштердің барлығын табиғи түрге ауыстырып береміз. Ол рационға керек. Оның ішінде жаңағы сапасына байланысты азықтың өлшем бірлігі кіреді, ас қорытылған ақуыз кіреді, солардың барлығын табиғи түрге айландырып береміз. Екіншісі түпкілікті құрғақ түрін сұрайды кейбіреулер, орысша абсолютно сухом состоянии. Ол үшін бізге екінші ылғалдылық керек. Сондықтан біздің ылғалдылығымыз 2 этапта жүретіні сол. Сондықтан бір анализ, талдау дейік, соны жүргізу неше уақыт алады? Бір үлгі несін талдау неше уақыт? Мерзімі, мысалы, анау Атыраудан келеді, қанша уақытта сіздер дайындап бере аласыздар талдауды? Бізде келген күннен бастап бірінші күн ылғалдылыққа кетеді, екінші күн екінші ылғалдылық, 3 күн. Толығымен 3 күнде біз результат береміз, нәтижесін. Нәтижесін толығымен уже бересіздер. Электронный почта бар, ол жағынан алады. Осы институтта белгіленген әр талдаудың өзінің прескуранты бар шығар. Ол прескуранттар қолжетімді шығар? Әрине, осы біздің барлық мынау зертханалардың ішінде деп айтсам да болады. Біздің зертханада 18 көрсеткіш береміз, өте қолжетімді шаруашылықтарға. Тағы бір сұрақ, мынау азықтың, мал азығының барлық түрлерінің химиялық құрамын анықтайсыздар ма? Мысалы, пішендеме бар, сүрлем бар, карнаж дейді, карнаж бар деген, шөп бар, пішен дейді ғой да, қазақша пішен. Сол сияқты. Соның кейін жаңағы мынау жарма нелер, азықтар бар, соның барлық құрамдарын анықтайсыздар ма? Жалпы мынау мал шаруашылығына керекті, малдарға керекті жем шөптердің барлық түрін жаңағы дәнді дақылдардан бастап, оның ішіне бидай, арпа, сұлы, олардың қоспа ретінде аралас өнімдерінің жасалған жаңағы арнайы азықтар, шөптің барлық түрлеріне, бірақ шөп болмайды ғой, табиғи шөптердің жаңағы таулы шөптер, барлық түріне, силыс, сенаж, барда, дробинадар пивная дейді, тоже азықтарға қосып береді. Малға мынау қыс күндері шыроттың жымық дейді, солардың барлық түріне толық анализ береміз. Өте жақсы. Сондықтан мынау шаруашылықтарға келек осы, бекер сұрап отырған жоқпын сізден, осы шаруашылықтар білсін деп қандай түрлерін келіп өздерінің үлгілерін тапсыруға болады? Болады. Біздің жалпы ауқымымыз өте үлкенге кетті қазір. Жалпы Алматы облысы емес, барлығы жаңағы Шығыс Қазақстан облысы, жаңа айтып отырмын, Атырау, Маңғыстау, тағы оңтүстік Қазақстан, Түркістан облыстарынан көп келеді азықтар. Сіздердің осы сияқты лаборатория басқа өңірлерде бар ма? Басқа өңірлерде осындай талдау жасайтын? Талдау жасайтын бар, бірақ та олардың көрсеткіштері бізге қарағанда аз, біріншіден. Екіншіден, көбісі табиғи түрінде, көбісі бермейді. Сондықтан сіздердің мүмкіндіктеріңіз ол
зертханаларға қарағанда жоғары. Иә, көрсеткіш жағынан да жоғары, жаңағы басқа талдау жағынан да жоғары. Сондықтан Қазақстанның түкпір-түкпірінен сіздерге жаңағы талдауға алып келіп жатады. Осы биылғы жыл алдық, мынау Нирс 2500 деген. Бұл жаңа шведский құрал жабдық. Бұл бойынша біздің енді көрсеткішіміз одан да көп. Бұнда амин қышқылдарын береді, клетчатканың 2 түрін береді, кислотная детергенная клетчатка, нейтральная детергенная клетчатка, сонан кейін қосымша макроэлементтер қосылды. Мына жаңағы биылғы жаңа прибор 22-ші жылға 22-ші жылға алған приборларыңыздың мүмкіндігі бұрынғыды құралдардан да жоғары. Өте көп, 28 показательге дейін бұл прибор арқылы біз толық бере аламыз. Өте жақсы, құттықтаймыз сіздерді. Бірақ та қазіргі кезде өздері шаруа қожалықтар өздеріне керекті көрсеткіштерін мынау керек деп айтады, сол бойынша жасаймыз. Жақсы ғой, мысалы шаруашылыққа таңдау бар. Таңдау бар. Жоқтан гөрі мұнда 28 болатын болса, мен өзімнің шаруашылығым, мен мысалы шаруашылықтан келіп тұрған жаңағы адам болсам, мен өзіме керегімді айтам, сіздерде болмай қалу мүмкін, одан да 28 бар, соның ішінен таңдап алған маған сізге де ыңғайлы. Олар да білгісі келеді. Біреулерге керек жаңағы сафлора келеді, жир мен влагасы ғана керек, 2-ақ показатель. Майлы нетердің. Ал басқадардан, например, мясокосная мука дейді, олар макроэлемент кальций қанша екен соны білгісі келеді деген сияқты. Таңдау өте көп. Айтып отырмын ғой, амин қышқылдары бар, 4 амин қышқылы бар. Метионин, трианин, триптофан, лизин деген. Жақсы.